Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсемай бүгін осындай керемет қып-қызыл тортты дайындайтын боламыз. Аналарыңызға, құрбыларыңызға, сүйіктілеріңізге дайындап берсеңіз ұнайтыны сөзсіз, себебі бұл оригинал рецепт, яғни дәмі де, сыртқы келбеті де өте әдемі. Мен өзім тапсырыс қабылдағандықтан кері байланыстар келіп жатады, себебі барлығының көңілінен шығатын торттардың бірі. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқа және де қантты салып, әппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Миксердің жылдамдығын төменгі жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін жаймен көтеріп отырамыз. Жұмыртқалы массамыз дайын болғанша, яғни бояғышымызды айранға салып араластырамыз. Менде индийский құрғақ бояғыш. Құрғақ қоспамызға, яғни ұнға қопсытқышымызды, какаомызды және соданы қосып толық араластырып аламыз. Мінекей жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді сұйық майды қосамыз. Жылдамдық, яғни төменгі жылдамдықта тұруы керек. Сұйық қоспамызды қосамыз және де құрғақ қоспамызды електен өткізіп қасықтап отырып саламыз. Сұйық қоспа мен құрғақ қоспаны жартылай бөліп салып отырамыз. Мінекей массамыз әдемі түске енді таразыға өлшеп аламыз. Және де мына ыдыстың, яғни 745 миллисават етіп тастаймыз. Қалған санға, яғни қалған шыққан санға 3-ке бөлеміз. Себебі бізде 3 корж болады. Сол, яғни 400 грамм шақты болды. Әр формаға 400 граммды құйып, 160 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Және торттың кремін дайындайтын боламыз. Яғни сливке 33-35%, және творожный сыр немесе крем-чиз және қант ұнтағын қосып, барлығын төменгі жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа қарай миксерлейтін боламыз. Мінекей корждарымыз өте әдемі түсті болды, және де жақсылап суытып аламыз, және де төмпекшіп тұрған жерлерін, яғни артық жерлерін кесіп аламыз. Ол сыртын қаптауға керек болады. Және кремімізді дәл солай жаңағыдай өлшеп аламыз, яғни 250 граммнан айналды. Себебі сыртын қаптауға керек бізге. Сондықтан осылай дәл видеодағыдай кремдерді жағып шығамыз. Қалған кремді, яғни сыртына жағамыз. 1-2 сағат, минимум 2 сағатқа, яғни пропиткаға жіберетін боламыз. Сосын қалған ұнтақтарымен сыртын қаптаймыз. Мінекей артық қалған корждарды осылай блендердің көмегімен езіп аламын, немесе қолмен үгітсеңіз де болады, бірақ блендердің көмегімен өте ұсақ әдемі болып шығады. Жаңа 2 сағат тұрған тортымыздың сыртын осылай қаптап шығамыз. Бұлай сыртына крем жағуға да болады. Бірақ мен осындай қып-қызыл тортты қалап тұрмын, сондықтан осылай қаптайтын боламын. Және де осындай кремдерді гүлдер істеуге болады, яғни оюлар істеп безендірсеңіз болады. Неше түрлі безендіру өзіңіздің идеяңызға байланысты. Және де голубикаларды қойдым. Қазір разресын көрсетемін. Мінекей достар, менің қып-қызыл барқыт тортым дайын болды. Өте дәмді, бір жегеннен, яғни бір шай ішкеннен жоқ болатын торттардың бірі. Міндетті түрде дайындаңыздар, менің арнама тіркеліңіздер. Өте көптеген торттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, корждар бөлек, кремдер әр нәрсе өзінің орнында тұр. Өте сырт көзге өте әдемі көрінеді.
сұрақтарыңыз болса менің пікіріме қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Және де тапсырыс беретін болсаңыздар да өзімнің инста парақшамды белгілеп кететін боламын және номерімді белгілеймін Алматы қаласы бойынша.